Бізден де сәлем сізге. Алланың нығметімен сәлем болсын Қарақалпақ бауырларыма. Орта Азия демократияланса, Қазақстан демократияланса, біз бірінші болып Қарақалпақ бауырларымызға көмектесеміз. Орта Азия демократияланса, мына Қанышер Мирзаев сияқты диктатор Өзбекстанда басшы болмайды. Ол кезде халықаралық келісім бойынша Қарақалпақ автоматты тәуелсіз болады. Ешқандай қырғын соғыс болмай, өзі бөлек ел болып өмір сүре алады. Ол үшін Орта Азия демократиялану керек. Ал Орта Азияның қорғаны да, қормалы да, тіреуші болған Қазақстан. Территориясы ең көп, байлығы ең көп, шетелмен шектесетін шекарасы ең көп. Тарихтан бері сол орыс Қытаймен де соғысып, бүкіл Орта Азияны сақтап отырған қазақ. Тарихта бәленбай 1000 жыл Қытаймен соғысқан қазақ. Әрине Манас батырдың деген сенім серігі қазақ болды мысалы. Манас батыр ешкіммен соғысқан жоқ, Қытаймен соғысты. Міне. Ал енді қараңыздар. Жоңғармен де ең көп соғысқан қазақ, орыспен де ең көп соғысқан қазақ. Қалай қазақ жеңілді? Орта Азияны қалпақпен жау, қалпақпен ұрып алды. Сондықтан қазақ аман болсын деп тілейік. Қазақ жақсылыққа жетсе, тұтас Орта Азия жақсылыққа жетеді. Путин ядролық қаруды Курск жеріне қолдану мүмкін бе? Қазір Путинде жалғыз орай осы қалды. Ол ядролық қаруды өз жаулап алған Украин жеріне де, немесе Украинның өз жеріне де қолдана алмайды. Сол Курскіде қолдану мүмкін. Путинде жалғыз егер ол соғысты өзгертем десе осы орайдан басқа орай жоқ. Бірақ Еуропа мен Америка оның сол атом қолдана алмайды деген нық сенімде болғандықтан да Украинаға Курскіге кіруге рұқсат берді. Және қаруын Еуропа Америка қаруын Ресей жерінде қолдануға рұқсат беруде. F-16-ның қазір Ресей территориясында емін-еркін ұшып жүруде. Сол Еуропа Американың рұқсатынан. F-16-ны орыстардың ешқандай жүйесі ұстай алмайды екен. Қазірге дейін F-16 мысалы атылды, зақымдалды деген ештеңке жоқ мысалы. F-16 ұшып жүр. Мысалы кешегі жаңа ғана айтқан анау Курскідегі көпір. Онда сол F-16-ның зымыран атты ма біз әзірше білмейміз белгісіз. Қаншама аэродромдар тасталған болып жатыр F-16. Енді бұл жерде неге Зеленский ту баста әскер кірді, сендер кірдіңдер ма, кірмедіңдер ма дегенде Зеленский я не знаю деп құтылды. Күліп кетті, әртістігін бір қолданып қалды сол кезде. Я не знаю деп. Артынан барып ресми мойындады мысалы әскер кіргізгенін. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Егер Трамп билікке келсе, соғысты тоқтатып тастайды. Ол кеше кімменен Илон Маскпен болған сұхбатында осының бәрін айтып тастады. Соғысты тоқтатамын деді. Трамп десе, Ресей өз қалпында қалады. Ол тіпті мен Ши Цзиньпин досым, Путин досым, анау-мынау деп көп сөйлеп кетті. Мен ұнатпай қалдым, тыңдамай қойдым артынан. Енді сұмдық болды. Трамп пен Илон Масктың сұхбаты тарихта қалатын сұмдық сұхбат болды. Өткенде Байденмен сұхбаты бір тарихи сұхбат болды. Одан бір анау құлағын оқ десетін кез ол да бір тарихи оқиға болып қалды. Енді сол осы екі дүмпулі оқиғадан кейін шалдың беделін көтерген осы болды. Ол енді Твиттерге, қазір X платформасына қайтып келді шал. Бұл да бір төртінші тарихи оқиға болды. Бірақ оның жаңағы Ресейден соғысты тоқтатамын, Украинада өлген әскер, қазіргі Украина айтып жүрген әскерден көп, не үшін Американың бюджеті оған кету керек, мен Ресейде де адам өліп жатыр, Украинада өліп жатыр, мен болсам Путинмен мен жақсы сөйлесе аламын, ол менің досым ақ көк деп шал сөйлеп кетті. Маған ұнамай қалды шалдың сөзі. Неге? Маған Ресейдің тас талқан болғаны керек. Менің ұлттық мүддеме. Қазақтың мүддесіне, қырғыздың мүддесіне, өзбектің, татардың, тәжіктің, ноғайдың, башқұрттың, шешеннің мүддесіне орыстың тас талқан болғаны керек. Орыс соңғы 3 ғасырда тек қана зұлымдық, ажал, қырғын, геноцид. Орысты тыныштандырса егер кімдегі, онда ол біздің досымыз. Сондықтан мен мына демократтардың Камала Харристің шыққанын қалаймын да, тіпті осы Байден сол мәлкілдеп ұшағына шығып бара жатып бір құлап түсіп келе жатып бір құлап осы Байден шала отыра берсе деп тілеп едім, бірақ енді шалдың денсаулығы жар бермей қалды. Өткенде Трамппен жарыс сөзді тіпті масқара болды шал. Оны сол кезде лекцияда тікелей эфирде айтып бердім. Енді мен қазір мен намазымда тілеймін, сіздер де тілеңіздер. Зеленский сол ноябрьдегі сайлауға жеткізбей Кремльді тасталтан қылса, Қырымның көпірін жарса, Ресейде бір саяси дүрбелек болса, тіпті Ресей өзімен өзі соғысып кетсе, онда біз үшін өте пайдалы болады. Бірақ Ресейде тыныштық болып, Путиннің орнына бір Утимба біреу отырып қалса, онда тағы сорлаймыз. Ол орыстың оңғаны жоқ. Ең жақсы орыс өлген орыс. Ең расист болмайтын, расизм мен шовинизммен ауырмайтын орыс, ол Украинада тұтқынға түскен орыс, не өлген орыс. Қалған орыстың бәрі сол. Бұлардың басынан бақайшығына дейін, ана биттеп құрттап кеткен алқашына дейін, ана биттеп құрттап кеткен жезөкшесіне дейін бұлар радикал, расист, шовинист болады. Сондықтан бұларды тек қана сол атом қаруы жоқ, шетелге әскер жібере алмайтын, ешкімнің жерін басып ала алмайтын бір халыққа айналдырып қою керек те. Тіпті өзінің бодандығында ғана орысқа бодан болған бүкіл халықтар тәуелсіз ел болып кетсе тіптен жақсы да. Мысалы біздің айналамызда башқұрт мемлекеті пайда болады, ноғай мемлекеті пайда болады мысалы. Қандай жақсы. Башқұрт мемлекетіне барып, мысалы башқұрттың қымызын ішіп, ноғайдың қымызын ішіп тұрсақ несі жаман? Қырғыз кешке дейін қырғыздың қымызын іше бергенше, мысалы. Жақсы. Мен бұрын мысалы өзбекке қырғызға көп баратынмын. Рахат. Туысымның үйіне барған дейсің, жамағай туысымның үйіне барып бір. Рахат жүресің де бір, мысалы. Тіпті рахат. Сондайда жақсы болады да. Орыс айтып біреуге атом аталмаса, мысалы, бізде қазақтың орыстан көрмеген неміз қалды біз енді. Мысалы, бүкіл жеріміз улады ғой мысалы. Бүкіл жерімізді 1000 жыл қалпына келмейтіндей улап кетті. Сондықтан осылардың көзін құртып, өздері бір 30-40 елге бөлшектеп жіберсе деймін. Трамп туралы айтайын, ақыр айттым ғой. Қояйын деп едім, қойғызбадыңыздар. Трамптың Илон Маскпен болған сұхбаты енді сұмдық болды. Ай, мен бұл шалды енді әсіресе оның Ресейге деген көзқарасын ұнатпаймын енді. Ресейге деген көзқарасын ұнатпаймын. Бірақ бұл шалдың енді өлермендігі сұмдық болды енді. Өлермендігі енді. Мына Камала Харрис сөздің шыны бұл шалға шыдас бере алмайды. Камала сөзге шорқақ. Енді оның қолдаушылары көп болды. Қазір мысалы Нью-Йорк Таймс, Washington Post Камаланы қатты үгіттеп жатыр. Мысалы Google-де Трампты мысалы атын алып тастады. Тек Камаланы үгіттеп жатыр мысалы. Facebook Трампты мүлде көрсеткізбейді, тек Камаланы үгіттеп жатыр. Былай қарасаң біздің мүддеге пайдалы. Камала жеңсе бізге пайдалы. Бізге жақсы да. Жалпы демократтар жеңсе бізге пайдалы. Енді өстіп жүрген кезде алдыда бұл Камала бір өмірінде өзі бір одақтасып көрмеген, тіпті саяси сахнада танымал емес біреуді өзіне орынбасар президенттікке таңдады. Ол Америка сахнасында сұмдық бір танымал адам емес. Ал Трамптың таңдаған анау кімі?
орынбасар президент ол енді атылып тұрған қасқыр да, ол енді ақырып тұр, арыстандай ақырып тұр. Ал Камаланың таңдаған оның қасында бір жұмсақ біреу. Анау деген CNN менен қайсы кезде бір сөйлесіп езуін тілді. Сезгір жастағы бәле. Осыны ол төмен класстан шыққан, ана элиталық топтан емес, төмен жақтан, төмен жіктен шыққан. Өзі кедей болған, өз күшімен оқыған, өз күшімен саяси не болған, бір кезде Трампқа қарсы болған, сосын артынан Трампты мойындаған. Ол жаңа Қытайға тыстырнағымен қарсы жаңағы, ол тіпті Қытайдан төлем алу керек, коронавирустың бүкіл Қытай, бүкіл адамзат алдында төлем төлеу керек дейді. Бірақ бұл Трамптың мына соғысты тоқтатамын, Ресейді осы қалпында қалдырамын деген ойы біздің мүддемізге сай болмайды. Оның Қытайға қарсы тұрғаны бізге жақсы, бірақ бізге дәл қазір Ресейді құртып бергені керек те. Ресейді тасталған қылып құртып бергені керек. Міне, біз ешкім періште емес. Трамптың да өз мүддесі бар. Ол да неге Американың ақшасы кетеді, ол да тиімді санағанда саудагер бәле ғой, бизнесмен бәле. Сақылдатып отырып кеткен тиімді айтқанда америкалықтар шашып кетеді. Неге деп тұрып айтады. Ол сұмдық кетіп жатыр. Енді мына кімнің Трамптың несі туралы бір-екі материал оқып берейін. Украина дейді, Ресейді жеңе алмайды дейді. Оның адамдары азайып кетті дейді. Сосын дейді, оның негізгі ойы айтады. Байденнің кесірінен осы соғыс басталды дейді. Егер Байден дейді, мен сияқты ақырып тұрғанда мен Путинді қорқытып едім, ол мен президент кезде Путин қозғалған жоқ. Мен президент кезде ана солтүстік Корея сынақ жасай алған жоқ. Мен президент кезде Қытай Тайваньға тиісе алған жоқ. Мен бәрінің көзіне шұқып арыстандай ақырып тұрдым. Байден мәлкілдеп сәлкілдеп Украинаға орыс аз көлемде кірсе біз кіріспейміз, олардың өз шаруасы деп осыншама адамның өліміне Байден кінәлі дейді. Сөйтіп айтады. Бұл Трамптың ойы енді. Және ол айтады, Байденнің қателігі дейді, ол мына Украинаны НАТО-ға кіргізуге окей деп сол НАТО-ның темасын қалай бастап, сосын ана Путин есерсоқтың құтыруға ұрын солай қосты дейді. Міне, ол Путинді мақтады. Путин дейді, ымырашыл дейді. Мен онымен тіл табыса аламын. Мен оны Украинаға тиіспейсің деп едім, ол окей деді, ол менен қорықты дейді. Мені тыңдап, мені сыйлайды дейді. Міне, көрдіңіз бе? Сосын ол Украинада өлген адам қазіргіден көп дейді. Сосын ол айтады, мен президент болсам дейді, орыс пен Қытай одақ қылмайтын едім. Мына Обаманың да Байденнің де кесірінен орыс пен Қытай одақ болды. Ресейге бүкіл технологиялық көмек, қаржылық көмек Қытайдан келіп жатыр. Мен екеуінің арасын бұзатын едім дейді. Ол айтады, адамзат үлкен атом соғысы, ядролық соғыстың қаупінде тұр дейді. Мына Байдендер демократтар оттап жер шарысып кетті, Антарктика еріп жатыр, теңіздің деңгейі көтерілді дегеннің бәрі былжырақ. Бізді атом соғысы, ақырзаман соғысы күтіп отыр дейді. Ол айтады, мен дейді, үшінші дүниежүзілік бүкіл адамзатқа апат тудыратын соғысты болдырмайтын едім дейді. Сосын Илон Маск, егер сіз президент болсаңыз, маған Ақ үйден орын бересіз ба деді. Трамп айтты, мен қуана нетемін деді. Илон Маск бұл бірінші рет Твиттерді алды қояды. Қазір сөздің шыны Facebook Твиттердің маңғарасын көрмей қалды. Секербек Фейсбуктың иесі Байденшіл. Твиттердің иесі, яғни X платформасының иесі Трампшыл. Енді бұл жерде қазір кәдімгі бәсеке болып жатыр да. Илон Маск тура Трамппенен эфир жүргізетін кезінде бос DOS шабуылы болды. Жастар біледі, DOS шабуыл деген IP адреске қалың нені жалғап тастайды. Виртуалды компьютерлерді қолдан жасайды. Шын компьютерлер де бар оның ішінде. Жаңағы миллион байланыс сенің ана IP адресіңе жалғанады. Яғни былайша айтқанда миллион көлікті ана сен жүретін жолға миллион көлікті тұрғызып қойғанда сен көлігің жүретін жол жоқ кептеліп қаласың. Сөйтіп ана Илон Маскке DOS шабуылы жасалған, IP адрестік шабуыл. Сонымен 30 минут па 40 минут кешіктірді. Одан бәле адам шығып кетті, тыңдамаймыз деп. Одан шал күтіп отырды, телефонын қойып қойды. Содан бастады, қанша сағат кетті, 3 сағат кетті ма, ойбай, мен ана шалдың энергиясына таңырқаймын ғой. Мен жер шарында ең ұзақ сөйлейтін адам менмін десем Трамп екен. 3 сағат па, 3,5 сағат па бір бәле сөйледі ғой. Ана сан цифрларды жаттап алдым ғой. Сақ, сұқ. Баяғыда маған ел таңырқайтын. Жаңа арызданғандар қоңырау шалады. Сен пәленсің, сенің ағаң аты бәлен ұсталған деп сонда мен жаттайтады деген. Оны өзім білмеймін енді. Сол жаттайды. Сен үлкен ұлың бәлен жеді, өткенде киім жібердік алдың ба? Размер бәлен деп айтады екен де мен. Ел соны қайтып миыңда тұрды. Мен оны жаттайын деп жаттамадым, көрдім тұрмын. Бұрын оқып жүрген кезде ана математика, физика, химияның формулалары сурет болып тұратын. Ел сурет болып тұратын. Сөйтіп тұратын. Елдер дайындалып жаттап бірдеңе жүреді. Жоқ, мен миымда сурет болып тұр. Досқа ғашық сызбаларын сызып, көзімде бір жұмамда сызып есептеп жазған ғылыми мақалам бар. Оқушы кезінде жазған ғылыми мақалаларым бар, математикалық есептеулерден. Трамп сан цифрды айтады ғой, бұл шалдың 80 қаншада, 78-де ме 80-де. Сан цифрларды айтқанда енді мойындайсың деді. Енді Байден түгіл анау Камалаң енді білмеймін, мына шалдың алдында жібе салмай қалады. Камала сөзге шорқақ. Мына шалың деген енді тура жер тартып тұр ғой, жас айғырлар болады ғой. Тура алдына келсе, тістеп артқа келсе, кеуіп жаңағы жер тартып тұр, жараған буралар болады ғой енді. Бураға десем айғыр. О, ана Байден шал оның қасында бір жаңа мәлкілдеген кәрі жаңағы бүйтіп мәлкілдеп қалған қойшының жаман мәстегі сияқты болып қалды да. Міне. Мынау тура арқырап тұр ғой. Бұл шалың бір жаман жер сол орысты сол күйі сақтап қалғысы келеді. Бұл шал неге орысты сақтап қалғысы келеді? Еуропа ана ақырып тұрған атомы бар орыс Еуропаға қауіп төндіріп тұрса, Еуропа Американың құшағына тығыла түседі ғой. Көрдіңіз ба? Неге Саддамның басын шапқан, Каддафидің басын шапқан, Милошевичті өлтірген де ана киімді солтүстік Кореяда киімді кисе алмады? Неге? Себебі оңтүстік Корея менен Жапонияға қаратып зымыран атып тұрған солтүстік Корея болмаса, Американың Жапонияда әскери база қоятын, оңтүстік Кореяда әскери база қоятын сылтауы жоқ қой. Сондықтан ана киімнің ақырып тұрғаны керек болып тұр ғой Америкаға. Әңгіме сонда. Бұл ана Еуропаны сол орыс Еуропаға жаңағы қорқытып отырса, әне шабам, міне шабам, мен деген великиймін деп орыс ауру ғой, орыс ауру мысалы. Великийлік ұстап қалады. Мен деген ұлымын, менің тілім ұлы дейді. Жер бетінде Чукчаның тілі де ұлы егер бар болса, Қалмақтың тілі де ұлы. Кімнің тілі ұлы емес?
мен великиймін деп бұл ауырады орыстар. Үнемі ауырады өзі. Қайта қозып бір жын ектеп жын кіріп алған адам болады. Біраз сауығады, көктемде қайта көтеріледі. Одан әйтеуір сүп деп жүріп біраз сауығады, одан қайта көтеріледі. Сосын жаңағы саудың астын ішіп жынның ісін істеп бітіп жүреді. Орыс сондай өзі. Есер соқ, мысалы бір класста 30 бала десең, мысалы Америка сол класстағы жаңағы бір өз білімді, мықты үй. Достар, мына видео тоқылдақтарға арналады. Тоқылдамаңыздар, біреудің айыбын ашпаңыздар, одан ешкімге ешқандай пайда жоқ. Достар, ассалаумағалейкум. Мен мына жерде көп машиналар өтіп жатыр. Қаскелеңнен Алматыға кіре берісте бакатқа жетпейді. Енді көп кісілер осы видео түсіріп жатады да, ананы оформить етіңдер, бүйтіңдер дейді. Шаң ғана жаңа машиналар өтіп кетті. Ана машина өтіп бара жатыр, номерін түсірмей қойып. Енді қазір қараңыз, сіздер онымен күреспесеңіздер, сіздер мына жаққа жол салдырумен күрессеңіздер, енді тоқылдап, біреудің айыбын ашып, не біледі, мына жерге асфальт жаса, бар әкімге кір бар да. Әкімге приемға кір, Астанаға бар, президентке бар. Осы подрядчиктермен басқа кім айналысатын осылардың, соларға кір, идея таста, депутаттарға сауалнама жасатуға үлес қос. Разговор жоқ да, ана машиналар өтеді. Жүреді ол машиналар, жүреді. Хочешь не хочешь кіреді ол машина. Себебі екі-ақ полоса, Шымкент, Тараз, Қызылорда, бер жақтағы Алматы облысы барлығы келеді, кіреді. Еще жолды 50 қылып қойған. Конечно, затор болады. Қараңыздар, Алматыға кіре берісі. Оны Алматы басталды, кіре берісі. Конечно, не болады. Пробка болады, затор болады. Светофор, екі-ақ жерде светофор бар, соны надземный светофор қоятын болса, вообще идеально болады. Или подземка. Мына 50 деп тұр мына жерде. Хотя 70-80-мен кіретін болсаң, бұндай затор, пробка болмайды.